Ей! Макс, бәрі дұрыс па? Хей, жаңғақтар түсіп жатыр ма? Әлі күз келген жоқ қой. Жоқ, мен мұнда қала алмаймын. Жүріңдер, сіздерге бірдеңе көрсетем. Байқадыңдар ма? Мұнда мүкте саңырауқұлақ та жоқ. Оларды біреу жеп қойған. Мына жақта бірдеңе бар сияқты. Иісі де бір түрлі екен. Бұл не сонда? Бұл жерқұлақ, саңырауқұлақтардың бір түрі. Басқа жерде жоқ сияқты ғой. Олар емен ағашының тамырына жабысып өседі. Жерқұлақтардың майда тамырлары емен ағашының су ішуіне көмектеседі. Егер олар аз болса, ағаштар ауырып қалады. Мына еменнің жаңғақтары осы жерқұлақтардың аздығынан түсіп жатқан шығар. Жапырақтарда сау емес сияқты. Жерқұлақтардың көшетін әкеп отырғызсақ қайтеді? Иә, табылған ақыл. Әкеліп жаңадан отырғызуымыз керек. Жерқұлақ жегіштер жеп таусам дегенше олар да өсіп қалады. Қашыңдар! Ей, мен оны танимын. Ол Молли ғой. Сәлем, Молли. Жоқ, мен Молли емеспін. Моллимін. Молли менің әпкем. Міне керемет. Мына жерде жерқұлақ қалыпты ғой. Бәрін жеп тауыстым деп ойлап жүрсем. Жеме. Біз жақсы өсу үшін тағы да жерқұлақ отырғызбақпыз. Тамаша. Молли екеуміз мұны өте жақсы көреміз. Молли да келе жатыр. Ол жерқұлақты менен де көп жейді. Бірдеңе ойлап таппасақ болмас. Жаңғақ па? Негізі Молли екеуміз жемістің тамырларын және жерқұлақтарды ұнатамыз. Бірақ олар таусылды. Жерқұлақтар қайта өскенше жаңғақ жей тұрайық. Енді аш отырмаймыз ғой. Байқадың ба? Жаңғақтарды ұнатпайды екен. Егер басқа жерден жерқұлақтар тауып берсе, олардың сол жерге көшіп баратынына сенімдімін. Сонда жерқұлақтардың көшетін отырғызамыз. Бірақ жерқұлақтарды қайдан табамыз? Қара, тағы да емен ағашы. Оның астында да жерқұлақтар өсіп тұрған шығар. Сәлем достар, бірге ойнауға қалай қарайсыңдар? Қандай ойын ойнаймыз? Қуаласпақ па? Оған уақыт жоқ, Бери. Біз жерқұлақ іздеп жүрміз. Онда мен сендерге көмектесейін. Қалжыңсыз. Менің иіс сезу қабілетім өте жақсы. Сен жерқұлақтың не екенін білесің бе? Мая, Лили, бері келіңдер. Тауып алдым. Қара түсті, иісі де қатты шығып тұр. Бірақ жерқұлақтар жердің астында өседі ғой. Ол Беннің добы. Ей, менің добым! Тоқта! Менің добымды тоқтатыңдаршы. Тоқта! Бери! Алаңдама! Өзім тоқтатамын. Ай, добым-ай, осында екенсің ғой. Сенен айырылғанда не істер едім? Бери! Бір жеріңді жарақаттап алмадың ба? Бери! Тоқтаңдар. Мына жерде жерқұлақ бар. Өзіңе сенімдісің бе? Әрине, оны иісінен танып тұрмын. Маған сенулеріңе болады. Мен сарапшы Берримін. Сарапшы болып жарытпассың. Мен саған сенем. Осында болыңдар. Максты ертіп келем. Ол жерді қазалады. Жердің астында бірнеше үңгір бар екен. Бери, сен рас айтыпсың. Бұл жерде жерқұлақ көп екен. Макс, біреуін сол қалпында қазып аласың ба? Әрине, қаласаң екі-үшеуін бірақ алайық. Мына емен одан зардап шеге қоймас.
Vay! Maya, alыс қалзамашы, адасып қаларсың. Не істегелі тұрсың? Поли мен Моллидің осында көшуін қаласақ, оларға дәлел ретінде бір нәрсе ала баруымыз қажет. Қара, көріп тұрсың ба? Көмектесіп жібер. Қане, Полиге мынаны апарып көрсетпесек бізге сенбейді. Мынау тым үлкен екен. Жүр Вилли, мұның бір шешімін табамыз. Қалайда ертіп келуіміз керек. Вилли, мен сияқты жаса. Әй, мынау қызық екен, а? Мынау жаңғағымнан дәмдірек екен. Тағы да табайын. Сәбізбен шалған ба? Мен оларды ұнатам және сүйсініп жеймін. Оған қоса, ана үңгірде жаңғақтан басқа жейтін ештеңе қалмады. Барып Моллиге айтайын. Алақай, мына үңгірде бір той жасайтын болды. Бәтті! Енді Поли мен Молли осы ағаштың түбін мекендейді. Біз 5 жерғұлақ шығарып қойдық. Бұларды тезірек отырғызуымыз керек. Оларды қалай апарамыз? Мына жаңғақтар бізді ертетуі мүмкін. Бір амалын табамыз. Бірақ Майя, басымызға жаңғақ түседі ғой. Емен ағашының аман қалғанын қалайсыңдар ма? Мына жақтан жақсы шығып тұр ғой. Тоқта! Бұларды жеуге болмайды. Шашың сары екен. Полидің әпкесі Моллисің ғой, я? Кешір, Молли. Бұл жер құлақтарды мына жерге әрең жеткіздік. Айтпақшы, Поли сені сәбізбен шалғамы бар басқа үңгірде күтіп отыр. Мынау керемет жаңалық қой. Бірақ мен жеткенше Поли оның бәрін жеп қоймас бекен.
Болды. Отырғызып болдық. Енді емен ағашының жазылып кетуін күтуіміз керек.